Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі бірінші жасағаннан ақ сәтті шығатын, қатпарлы болып шығатын француз круассандарының рецептімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, 200 грамм. Одан кейін 200 грамм жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқыны саламыз. 1-1,5 қасықтай қант саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде бір жұмыртқа толығымен және екінші жұмыртқаның тек қана ақ уызын салдым. Сары уызын пісіретін кезде бетіне жағамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткен болу керек, сонда біздің круассандарымыз үлпілдек, жұмсақ болып шығады, жақсы көтерілетін болады. Енді қолымызбен қамыр илейміз. Неке біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып илену керек. Қолға жабыспайтындай болу керек. Ең әбден қандырып илейміз. Енді ыдысымызға салып, бетін осындай целлофан пакетпен жауып, 2 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз аршыда 2 сағатта піскен екен. Енді алып, осыны кішкене бөліктерге бөлеміз. 10-12 бөлікке бөлеміз. Осыны дөңгелектеп шығарамыз. Енді қамырымызды үстелге ұн себе отырып жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюдың керегі жоқ. Дәл осылай қалыңдығын 3 сантиметрдей етіп, барлығын осылай дөңгелектеп жайып шығамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды осы қамырларымыздың бетіне жұқа етіп жағып шығамыз. Осылай жабыстырып, одан кейін сары май жағып, бәрін дәл осылай қайталаймыз. Қамырымыздың барлығын арасына май жағып болғаннан кейін, астына ұн сеуіп, осылай қолымызбен жақсылап басып шығамыз да. Одан кейін үстінен ұн сеуіп, оқтаумен жұқа етіп жайып шығамыз. Енді пышақтың көмегімен осыны жіңішке бөліктерге бөліп шығамыз.
Енді арасына кез келген салма салып орап шығамыз. Мен жартысына мейіз саламын және жартысына шоколад саламын. Оның ішіне варенка, джем, варенье немесе тіптен ештеңе салмасаңыз да болады. Ортасынан бір кесіп, слайнан орап шығамыз. Астын осылай астына қарай бекітіп, шығып кетпейтіндей орап қоямыз. Енді круассандарымызды осылай пергамент қағаздың үстіне орналастырып шығамыз. Арасын алшақ етіп орналастырамыз. Ол піскен кезде көлемі 2 есеге дейін үлкейетін болады. Енді круассандарымыздың бетін осындай сүлгімен жауып қоямыз және көтерілгенше күтеміз. Жұмыртқаның сарысына бір ас қасықтай сүт қосып, осы круассандардың бетіне жағып шығамыз. Толық барлық жеріне тиетіндей жағып шығу керек, сонда әдемі болып қызарып піседі. Және қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Егер пештеріңіз қатты қызатын болса, 160-170 градуста пісіруге де болады. Достар, пештен алдым. Осындай қып-қызыл болып шығады. Іші толығымен піседі. Осындай қатпар болып шығады. Осындай томпиып, қытырлақ болып шығады. Хлеб хрустящий болып шығады осылай. Достар, осымен біздің круассандарымыз дайын. Өте дәмді, қатпарлы, көлемді болып шығады. Бірінші жасағаннан ақ ойдағыдай сәтті шығатын рецепт. Дәл менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Алда көптеген дәмді тағамдардың рецептімен бөлісемін. Сау, сәлеметте болыңыздар.